Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен завтра дорамасына қысқаша шолу жасаймыз. Бұл дорамаға шолу жасамай кету мүмкін емес еді, себепті екі әлемге белгілі өлім періштелері туралы болмақ, ендеше кеттік. Өлім мен өмір, сіз қысқа сүрген өмір мен арғы әлем арасындағы қатынас. Соңғы кездері тым көп адамдар өз өмірін қиюға тырысып, о дүниеге асығады. Осындай жағдайдың арқасында көкте ертең деп аталатын арнайы бөлімі құрылды. Олар суицидтің алдын алу керек екі өлім періштесінен құралады. Солай олардың қатарына ойда жоқта өмір мен өлім арасында Чой Чон Ын қосылады. Вы не прошли отбор. К сожалению, вынуждены отказать. Вы не прошли. Вынуждены отказать. Надеюсь, у вас будет возможность воплотить мечты. Серьезно? Жас дарынды жігіт белгісіз ер адамды құтқарамын деп өзі комаға түседі. Чонынға екі мүмкіндік беріледі: 3 жыл комада жату немесе өлімнің алдын алып құтқару тобына қосылу. Сол арқылы комадан 1,5 жылға ерте оянады. Жігіт бұған келісіп топпен бірге жұмыс жасай бастайды. Ку Рон команда басшысы. Солай ол Чон Ынды басшыларына алып келеді. Осы сәтте біз жан алушы өлім періштесімен танысамыз. Сомен барлығы жиналыс жасап, Ку Ронға сендерді құрту керек, өлгісі келген адамды не үшін құтқарасыңдар, және сендерден ешқандай нәтиже шықпады дейді. Чон Ын басшымен кездесіп топқа қосылатынын айтып келсет, солай 1,5 жылдай қайта өз өміріне оралатын болады. Топ басшысы мен көмекшісі Сон Ынды жақсы қабылдай қоймайды. Сонымен көмекші жігіт ЧонЫнға біз адамдарды өлімнен құтқарамыз, бізге қосымша арқылы өлгісі келген адамдарды көрсетіп отырады. Солай олардың бірінші құтқару керек адамы жазушы болады. Олар жоспар құра бастайды. Және олардың сиқырлы қабілеттері бар, бірақ адамдардың көзінше қолдануға болмайды. Дамыған заманда камераға түсіп қалуы мүмкін. Енді үшеуі жазушы қызға көмек беру үшін оның жұмысына орналасады. Жазушы қыз атақты кітап шығарушы қыздан сұхбат алу керек болады. Сонымен олар сұхбаты бастап кетеді. Сұхбат ала бастағанда қыз өзін жайсыз ұстай бастайды. Ал сұхбат беруші қыз ручканы қайта басып отырады. Олар бір-бірін танитын еді. Қыздар мектепте бірге оқыған, атақты сұхбат беруші өзін керемет етіп көрсететін сүйкімді қыз нағыз зұлым болады. Жазушы қызды мектеп кезінде қорлаған екен. Солай құтқару тобы барлық жағдайды біліп қызды құтқарып қалды. Солай оларға бірнеше адамдар жолығады. Махаббаттан жапа шеккендер, жұмысы бойынша қиналғанда тіпті жануарларды болады. Құтқару тобы әрине оларды әр түрлі жолмен тығырықтан шығарып өлімнен арашалап қалады. Дорама барысында тек басқа адамдардан басқа топ мүшелерінің өмірінде қиындықтарында көрсетеді. Ку Ронды басшысы құтқару тобын құру үшін тозақтан шығарып саған ғана сене аламын деп осы топты құрайды. Мен көмекші жігіт анасын үнемі бақылап жүреді. Дорама жақсы мағынада түсірілген. Егер қиналып, қиындық көріп жүрген адам көрсеңіз, қол ұшын созып көмек беріңіз. Жалпы өлімнен кейінгі әлем әрине бәрімізге қызық, және толық дораманы көруге кеңес беремін. Баршаңызға рахмет.